Астанада француз кинофестивалінің жабылу салтанаты өтті. Елімізде ең таңдаулы француз киносы көрермен назарына ұсынылды. Қазақстандықтар 4 күн бойы әртүрлі жанрдағы фильмдерді тамашалауға мүмкіндік алды. Бүгінгі француз киносы жыл сайын ұйымдастырылатын фестиваль осылай аталды. Биылғы шара бұрынғыдан өзгерек, себебі француз кинематографтарының ең үздік туындылары бұған дейін тек Алматы қаласында ғана көрсетілген болатын. Бұл жолы елордалық өнер сүйер қауымда Франция киноиндустриясымен танысты. Фестиваль бағдарламасына енген шығармаларға Пьер Ришар, Катрин Денев, Кристиан Клави сынды әйгілі кино шеберлері түскен. Жыл сайын осы танымал тұлғаларды көрермендермен кездесуге мүмкіндік жасап келеміз. Янис Леспер, Мистер Штейн желіде комедиясына түскен. Жас актер 6 жасынан бастап түрлі жарнамалық бейнероликтерде бой көрсеткендіктен болар, бұл киноның қиынға соқпағандығын айтады. Ал Пьер Ришармен бір кинода өнер көрсету мен үшін бақыт дейді ол. Бұл кино өткен жылдың сәуір айында түсірілген болатын. Түсірілім 7 аптаға созылды. Франция халқы жақсы қабылдады. Кино мазмұнына тоқталсам, Пьер Ришардың жұбайы дүниеден озат. Ол зейнетке шығады. Бұрын беймәлім болып келген ғаламтордың ғаламатын үйренеді. Танысу сайттарының бірінде сөйлесіп жүрген әйел оны кездесуге шақырады. Алайда аккаунт үшін пайдаланылған сурет оған емес, қарушы етіп жалданған қызға тиесілі болып шығады. Фестивальға таңдалған туындылар Қазақстан прокатына әлі шықпаған, сондықтан болар келушілердің қатары көп мұнда. Шытырман оқиғаға толы кинодан бастап, мелодрама, комедия, анимациялық басаяғы 6 түрлі жанрдағы фильмдердің куәсі болды көрермендер. Айта кетейік, шетелдік шығармалар жуырда еліміздің барлық аймағындағы кинотеатрларда көрсетілмек. Қазақстандықтар назарына жылына шамамен 30-ға жуық француз киносы ұсынылады екен. Бұл ел тұрғындарының шетелдік фильмдерге деген қызығушылығының жоғары екендігін аңғартады дейді шараны ұйымдастырушылар. Естеріңізге сала кетсек, Қазақстандағы француз киносының күндері осымен 8-ші рет ұйымдастырылып отыр. Дәстүрге сәйкес фестиваль Алматыда басталып, Астанада аяқталды. Камила Маулен, мәдениетке саяхат, Астана.